Сәлеметсіз, физик бұл жылу физикасы сізден кейін 11-ші есеп. Ыдыс ішіндегі температурасы 20 градус, массасы 9 килограмм, суға 100 градуста температура, массасы 1 килограмм су буы жіберіледі. Су емес, судың буы жіберіледі. Бұл конденсацияланғаннан кейін орныққан жалпы температура қанша деп сұрап отыр екен. Бұл конденсацияланғаннан кейін дегеніміз буымыз суға айналды деген сөз. Суға айналды. Осы жерде мынаны білу керек болады. Бұл қанша жылу берді? Бұл берді деп қойын. Бұны табу үшін бізге RM деген формула керек болады. Немесе біздің жағдайымыз ол RM'із лямбда үлкен L-мен келген екен. L-M-мен берген екен. Хорошо. 2-де 3 көбейту оны 6 дәресін көбейтеміз 1 килограмм. 2-де 3 бақына мега джоуль бізде жылу берілген болып тұр. Енді бізде берген жылу алған жылуға тең болады. Бірақ енді мынаны бергеннен кейін бізде уже массасы массасы уже 10 килограмм суға айналып кетеді. Бірақ тағы бір момент бар. Біздің бұл бергеннен кейін ол буымыз бізде 100 градустағы суға айналады. Кәдімгідей қиын есеп. 100 градус енді ол тағы да беру керек қой. Яғни ол жерде тағы да бір белгілі бір с мында с судікі уже және мында масса және 100 градустан азайтып жібереміз т соңғыны. Бұны не үшін келтіріп отырмын? Яғни алған жылу тең берген жылу. Жазып қойсайын. Яғни Q алған тең берген. Q берген. Не алады? Бізде су алады. Яғни с масса 1 және мында Т минус 20 болады. Басына 20 ғой. Не береді? Ол жаңадай Q бу береді. Және плюс, mesela LM деп қойсам болады. Так, менде бір ғана презентация. Так, L көбейтілген M, бірақ M ол будыкі. Сондықтан M 2 деп қойын. Және бізде плюс береді не? С, су уже С көбейтеміз. Масса 2, потому что бізде бу айналып кетеді суға әлі. Және көбейтеміз мұнда 100 минуста. Бізге именно осы тыны сұрап отыр ғой сонда. Осы тыны сұрап отыр. Әне бұнда есептерді шығарған кезде мен білуімше тек сандары қойған әлде қайда тиімдірек болады. Яғни біз мына жерден қазір 4200 көбейтеміз 9. Мұнда т деп қойсақ азайтамыз 4200 көбейтеміз 9 және мұнда 20-ға тең болады. Тең 2-де 3 көбейту оның 6 дәрежесі бар. Плюс жаңағыдай 4200 көбейтеміз 1 көбейтеміз 100 минус және 4200 көбейтеміз 1 көбейтеміз тағы тыға. Яғни біз мыналарды тыларды бір жаққа, біздің жағдайымызда қайсы үлкен болады? 4200 екен мына жерде. Мына жерде бізде одан көп екен. Демек 4200 көбейтілген жоқ. Так, мынау қосылып кетеді ғой. Қосып кететін болса, демек ол жерде 4200, яғни 42 мың, еткен 10-ға көйт жереміз ғана жерде. Тип анау, бір алма дейтін болса, ана жерде 9 алма, қосқан кезде 10 алма, яғни тағы 0 тіркеп жереміз. Сонда 42 мың т тең болып кетеді. Так, мұнан есептей болсақ, бізде оның 6 дәрежесіне келтірсек, мына жерде 4 дәреже 0,42 шығады. Так, сонда 2,3 көбейтеміз оның 6 дәрежесі, қосамыз 0,42 көбейтеміз оның 6 дәрежесі, қосамыз. Так, мына жерден қанша шығады? Оны есептеу керек екен. Окей, есептейік. Так, 4200-ді көбейтеміз 9-ға, көбейтеміз тағы 20-ға тең 756 мың дейді. Хорошо. 6-ға келтіретін болсақ 0,756. 0,756 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Жақсы. Яғни біз осы сандардың бәрін бөліп тейін. Неге? Миллионға бөліп тейін. Так, осыған қосамыз 0,42-ні, қосамыз 2,3-ке тең 3,476 екен. Яғни біз қазір 42 кило типа 42 көбейтілген оның 3 дәрежесін теңестіремін. Қанша?
3 бүтін 3 бүтін ой тағы ұмытып қалдым 3 бүтін 476 476 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Әрине мына жерде тағы да т бар білесіңдер. Осы т-ны тапсақ, біз сонда қысқартып тастауға 3 бүтін 476 көбейтілген оның 3 дәрежесін бөліп тастаймыз 42-ге. Так, сонда осыны көбейтіп 1000-ға бөліп тастайды екенбіз 42-ге. Тең 82-де 76, яғни 83 градус шығып кетеді екен. Міне осындай бір жесткий есеп енді сұмдығын қарастырылған, бірақ осындай шығар жолын білсең, онда сен ұбт-да қиналмайтын болсын. Бұл жердегі концепция не дейтін болса, алған жолы берген жолға тең. Сабақ пайда болды деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.